Қыс тұмаудың өршитін кезеңі. Осыған орай қаламызда тұмауға қарсы күрес жұмыстары басталды. Осы жылы ауруға қарсы Ресейден Гриппол плюс екпесі арнайы алдырған. Оның 5400-і қаламызда орналасқан 4-ші емханаға келіп түскен. Сала мамандарының сөзіне сүйенсек, бұл вакцина емханада тіркелген адамдардың 10%-на ғана жетеді. В осенне-зимний период мы начинаем вакцинировать. Күз және қыс айларында біз барлық қала тұрғындарына тұмауға қарсы екпе егу жұмыстарын бастаймыз. Осы жылы Ресей мемлекетінен бізге Гриппол плюс екпесі алып келінді. Екпені баланың 6 айынан бастап егуге болады. Екпе қабылдайтын адамның ыстығы 37 градусты көрсететін болса, тауық өнімдеріне аллергиясы болатын болса және алдыңғы жасалған екпеден кейін қарсы көрсетілімдер болатын болса, екпе егуге болмайды. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде дейтін сөздің жаны бар. Жұқпалы дерттің алдын алу тиімді жолы вакцинация. Бұл әдіс жұқпалы вирусқа қарсы ең тиімді екені дүние жүзінде мойындалған. Ал егер екпе алмаған жағдайда санитарлық тазалық шараларын қатаң сақтаған жөн. Тұмаудың алғашқы белгілері біліне бастаған кезде-ақ дәрігерге қаралу керек. Но в основном отказываются от всех прививок. Ата-аналар арасынан екпеден бас тартқандар да кездесті. Ол қалыпты жағдай. Ата-аналар барлық екпеден бас тартады. Бірақ біз оларға түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, суық мерзімге байланысты вирус жүріп жатқанын айтқаннан кейін, ата-аналардың басым көпшілігі келісімдерін беріп, бүлдіршіндеріне екпе салдыртады. Тұмау тимесін десеңіз, ертерек екпе жасату керек. Тегін вакцина бірінші кезекте 1 жасқа дейінгі балалар мен жүкті әйелдерге, қарттар мен диспансерлерде ем қабылдайтын жандарға беріледі. Сондай-ақ балалар үйі мен мектеп-интернаттарына да тегін таратылады. Бұл гриппке қарсы деп айтып жатыр. Көмек бізге енді ауырмайтындай, жақсы көмектеседі деп ойлаймын. Енді алдымызда қыс келе жатыр, қыста грипп болмау үшін бізге. Тұмау батпандап кіріп, мысқылдап шығатын ауру. Сол себепті де қаламызда орналасқан номер 4-ші емхананың балалар бөлімінің аға медбикесі барша қала тұрғындарын екпе салуға шақырады. Уважаемые взрослые и мамы, папы, деток, мы приглашаем вас в поликлинику. Құрметті ересектер, жас бүлдіршіндердің ата-аналары, сіздерді тұмауға қарсы екпе салдыруға шақырамыз. Сонымен қатар ересек жастағы адамдар мен диспансерлік тіркеуде тұрған жандарға екпе алуға кеңес береміз. Тұмау асқыну қаупі бар ауру. Сол себепті оның алдында алу, күз мезгілдерінде екпе алу қажет. Жыл сайын елімізде халықтың 10%-і тұмаумен ауырады екен. Ал бұл ауру түрі асқынса, адамның миына, жүрегіне тигізер қатты әсері бар. Сондықтан иммундық жүйені күшейткісі келген әрбір қала тұрғыны өзі тіркелген емханаға кез келген уақытта баруына болады. Медицина мамандары тұмаудың бірден-бір емі екпе деп отыр. Қаламызда тұмауға қарсы екпе егу шаралары қыркүйектің 5-нен басталып, қараша айының 1-не дейін жалғасады.